Қадірімді білмеген қадірлім-ау. Жұмыстан келгенімде жұбайым Жанар кешкі ас дайындап жатыр еді. Қасына жақындап, маңызды нәрсе айтуым керек, дедім. Қасыма отырды. Айтар сөзім оның жүрегін ауыртатынын түсініп тұрдым. Бірақ қанша қиын болса да айтуым керек. Ажырасайық, дедім. Ашуланбады, қарсы сөз де айтпады. Себебін сұрады. Еш нәрсе айта алмағаныма ашуланды. Басқа елді жақсы көретінімді айта алмадым. Ол түнімен жылап шықты. Бірге өткізген 20 жылдан кейін ажырасу қиын болатыны түсінікті. Оның алдында өзімді кінәлі сезінгенім үшін оған көлік, үй және компаниямның 30% үлесін беретін келісім шарт дайындап қойдым. Бірақ ол оған бір қарады да жыртып тастады. Екеуміз мүлдем бейтаныс адамға айналдық. Оның маған жұмсаған уақыты мен күш-жігеріне жаным ашыды. Бірақ жүрекке әмір жүрмейді. Қазір басқа жанды, Маржанды жақсы көремін. Келесі күні үйге кеш келдім. Әйелім үстел басында бір нәрсе жазып отыр екен. Еш нәрсе айтпай бөлмеме барып ұйықтадым. Ертесіне маған өз шартын ұсынды. Менен ешқандай материалдық зат қаламайтынын, тек ажырасатынымызға бір ай қалғанға дейін ешкімге айтпай жасырын болуын сұрады. Осы уақыт ішінде жақсы отбасы секілді өмір сүруімізді сұрады. Бұған себеп жалғыз ұлымыз Асқардың бір айдан соң университетке түсетіндіктен қабылдау емтиханы кезінде отбасы ішіндегі мәселелер оған кедергі болмасын деген ниет екен. Келістім. Екінші шарты да бар. Үйленген күні есіктен үйге оны қолыма алып кіргенімізді есіне түсіріп, бір ай бойы оны қолыма алып, бөлмемізден есікке дейін апарып жүруімді сұрады. Басында, есі ауысқан ба, деп ойладым. Бірақ өткен жылдардың құрметіне келістім. Бұл туралы сүйіктім Маржанға айтып едім. Бір күлді де, әйелін қияли жан екен, деп мазақ етті. Ақыры әйеліммен ажырасатыныма сенімді болғандықтан, ол да бұл шартты орындауыма келісті. Бірінші күні еш сезімім қалмаған әйелімді құшағыма алу қиын болды. Көтергенімде қасында тұрған ұлым бізге қарап, бір-біріңізге деген сезімдеріңіз қандай күшті, деп қуанышын жасыра алмады. Бұл сөздер ішімді күйдірсе де, келіскенімізде әйелімді үйдің есігіне дейін құшағымда апардым. Ол болса көздерін жұмып құлағыма, ұлымызға ажырасатынымыз туралы айтушы болма, деді. Мен үндемедім. Оны есікке дейін апарып, үйден бірге шықтық. Ол өз жұмысына, мен өз жұмысыма кеттім. Екінші күні бұл ойынды ойнау оңай болды. Оған көптен бері назар аудармай, бетіне түскен майда әжімді де байқамаппын. Шаштар арасына ақ шаштар түсіпті. Өткен жылдардың ізін көріп қатты ойландым. Үшінші күні оны құшағыма алғанымда ішімде бір сезім пайда болды. Өмірінің 20 жылын маған арнаған әйелге деген бір керемет сезім болды. Келесі күні ішімдегі сезім күшейе бастады. Болашақ жарым Маржанға бұл туралы айтқан жоқпын. Әйелімді күннен күнге көтеріп жүру Жанар екеумізді бақытқа бөлей бастады. Бір күні ол не кисем екен деп ойланып тұрғанын көрдім. Бұрынғы киімдері өзіне кеңейіп бара жатқанын айтты. Расында да соңғы күндері қатты арықтап кеткенін де байқадым. Ажырасатынымызды ойлап, соның уайымымен арықтағанын түсіндім. Еріксіз басынан сипадым. Осы кезде келіп қалған ұлымыз, әке, анамды құшағында тасуын керек, деді. Жанарды құшағыма алып жүру үйіміздің бір дәстүріне айналды. Әйелім ұлымды қасына шақырып күлімсіреп құшақтады. Оны құшағыма алып тасығанымда тура үйленген жылдарымыздағыдай сезім кештім. Сезімім еріксіз өзгере бастады. Соңғы, яғни 30-шы күні оны есікке дейін апара жатып, одан барлығы үшін кешірім сұрадым. Үйден шығып Маржанға барып, әйеліммен ажыраспайтынымды айттым. Отбасымыздың әлсірегені сезімнің жоқтығынан емес, бір-бірімізді бағалай алмағандығымыздан екенін енді түсіндім. Үйге қайта жетуге асықтым. Жолдан гүлдер алып, арасына, сені өмірімнің соңына дейін құшағымда таситын боламын, деп жаздым. Үйге бара салып, бөлмемізге қарай жүгірдім. Әйелім төсекте жатыр екен. Қасына бардым.
Әйелім демалмай жатыр екен. Жедел жәрдем шақырдым. Дәрігер: әйеліңіз 4 айдан бері обыр ауруымен ауырған екен. Өкінішке орай ауруы асқынып кетіпті. Содан көз жұмды. Қайғыңызға ортақпын, деді. Қатты өкініп жыладым. Басқамен жүріп, әйелімнің обыр ауруымен арпалысқанын білмей де қалыппын. Ал ол болса, менің қамымды ойлап, өміріне санаулы күндер қалғанын білгені үшін, ұлымыздың алдында мені анасын тастап кеткен жаман әке ретінде көрсетпеуге тырысыпты. Ең болмағанда, ұлымыздың есінде мені жақсы әке, жақсы жұбай болып қалуымды қалапты. Қадірімді білмеген қадірлім-ау, қабірімді құшақтап жылап қалма, деген сөз осы тұста айтылуы тиіс. Жаныңызда жүрген жандарды жоғалтқан соң емес, тірі кезінде бағалаңыз. Достар, қайдасыңдар? Сірә тойдасыңдар, бәлкім қалың ойдасыңдар. Жүрсіңдер жүдеп, уайымым үй деп күй деп. Үтікті суырдым ба, кілемдерім жуылды ма, есік ілінді ме, бітпейді жырын мүлде. Одан да алға қара, үйде ме бала? Жарынды таптың, ата-енеңді бақтың, кредитті жаптың ба? Жаптың. Айлығын бәріне жетеді, қарызға, тойға, азық-түлікке кетеді. Өмір осылай өтеді. Бір күні тіршілік бітеді, алдынан ақырет күтеді. Сондықтан достар, қамшының сабындай өмір қысқа, қайта айналып келмейді. Көктем менен қыста, бақытыңды жанында ұста. Нағыз өмір сүретін тұста, қапыда қалма, басыңды көтер. Намазыңды өте, қалжыңға да уақыт тап, уайымын кетер. Өмір сүріңдер, ойнап күліңдер. Мына жалғанның қадірін біліңдер. Сыйласыңдар, сырласыңдар. Бәрін 100-ден асқанға дейін әлі бір ғасыр бар. Жанұянмен жексенбіде, достарыңмен дүйсенбіде, бауырыңмен бейсенбіде, кластастармен бір сенбіде, кездесіп, жүздесіп, бірлесіп, тілдесіп тұрыңдар. Өмір бір рет келеді, соны ұғыңдар. Бүгіннен қалмай, ертеңге жоспар құрыңдар. Жарай ма құрдас? Бір-бірінен жағдай сұрас. Авторы белгісіз.